Құрметті тыңдарман, сарайшық тарихына қалам тартқан, өзіміздің аздап болса да үлесімізді қосқан тарихшылардың бірі ретінде сарайшық туралы өзімнің пікірлерімді сіздермен бөліскім келеді. Қазақ хандығының 550 жылдығы қарсаңында сарайшықты зерттеген саяхатшылардың, тарихшылардың, археологтердің жазған деректерін жинақтап, комментарийланған деректер жинағын шығарған болатынбыз. Сарайшық бабалар мұрасы деп аталатын. Содан бастап сарайшық тарихына деген қызығушылығымыз оянды. Бүгін енді сіздердің алдарыңызда сарайшық туралы өзімнің пікірлерімді білдіргім келеді. Сарайшық қазақ тарихының жарқын беттерінің бірі. Және ол қазақ тарихының әлем тарихымен байланыстылығын көрсететін маңызды оқиға. Сарайшық құландылары тек атыраулықтардың ғана емес, әрбір қазақ үшін киелі де қасиетті орын. Сонымен қатар сарайшық ноғай бауырларымыздың тәу ететін ата жұрты. Сондықтан сарайшық тарихы өзінің күрделілігімен, тереңдігімен, өзінің жұмбақтығымен кім болса соны тәнті етеді. Бір қарағанда сарайшық туралы мәліметтер белгілі, кітаптар жазылған, зерттелген сияқты болып көрінеді. Ол шынында да солай деп айтуымызға болады, өйткені сарайшық тарихын көптеген тарихшылар зерттеді. Патша заманында да, кеңес заманында да, қазіргі кезеңдерде де зерттеліп жатыр. Олардың сарайшық тарихын ашуға қосқан үлестері өте зор. Оларға біз ризашылығымызды білдіреміз. Дегенмен сарайшық тарихының құпиясы өте мол. Кезінде Шыңғысхан шапқыншылығы кезінде 13-ші ғасырдың 40-ші жылдарында Шыңғыс ұрпақтарының батысқа жорығы барысында плацдарм ретінде салынған алғашқы қалалардың бірі Алтын Орданың. Кейін сол Алтын Орданың екінші қаласы болды, Сарай Батудан кейінгі. Сарайшық Европа мен Азияның сауда байланысын, батыс пен шығысты жалғастырудағы алтын көпірлердің бірі болды. Сарайшыққа төрткүл дүниенің игі жақсылары, ғұламасы мен ғалымы, іскері мен саудагері жинақталған, қайнаған тірлік гүлденген қаланы көреміз. Біз оны сол сарайшықты көрген араб саяхатшыларының, итальяндық саяхатшылардың, орыс саяхатшыларының, тағы басқа сарайшыққа келіп кеткен жиһанкездердің еңбектерінен білеміз. Десек те, сарайшық тек қана Алтын Орданың астаналарының бірі болып қалған жоқ. Кейін Ноғай ордасының астанасы болды. Ал Қазақ хандығының гүлденген кезеңіндегі әсем астаналарының бірі болды. Оның бәрі бізге белгілі. Дегенмен, сарайшық осы көшпелі үш мемлекеттің үшеуіне де астана болуы көптеген сұрақ туғызады. Сондықтан сарайшық өзінің тұңғиық тереңдігімен, сырлы құпияларымен тарихшыларды назарын өзіне аударып отыр. Сарайшық тарихы өте жақсы, қазіргі кезеңде жақсы зерттеліп жатыр. Дегенмен, сарайшықтың қазіргі үйіндіге айналған сарайшықтың 300 жылдық тарихын тереңірек зерттеу керек сияқты. Осы 3 ғасырда 3 мемлекеттің астанасы болу бақыты бұйырған сарайшықтың құпия сыры неде? Ол неліктен құлдырады? Сосын қазақ өркениетінде, әсіресе біздің тарихи жадымызбен, тарихи санамызда Алтын Орда деген түсінік жоқ. Керісінше, бізде
ноғайлы заманы, ноғайлы жырлары деген бар. 5 ғасырлық біздің әдебиетіміздің үлкен бір бөлігі ноғайлы жырлары деп аталады. Әдебиет өмірдің айнасы десек, ноғайлының бізге қатыстылығы айқын. Яғни орыстар Алтын Орда деп атаған, қазақтары ноғайлы деп атаған мемлекетте біздің ата-бабаларымыз тұрған. Сондықтан қазір біз өз алдымызға сұрақ қоямыз. Сарайшық ноғайдың да, қазақтың да ата жұрты. Неліктен? Неліктен Асан Қайғы Жиренше, Доспамбет, Шалкиіз, тағы басқа жыраулар шығармашылығы екі халыққа ортақ? Неліктен біздің батырлар жырларымыз, Қобыланды батыр, Қамбар батыр, Ер тарғын, Қырымның 40 батыры және толып жатқан батырлар жырлары, Қыз жібек пен Қозы көрпеш Баян сұлу лира эпостық жырлары ноғай мен қазаққа ортақ? Осы сұрақтар төңірегінде тарихшылардың алдында осы сұрақтарға жауап беру тарихшыларға үлкен міндеттер жүктейді деп ойлаймын. Сарайшық тарихын көшпелі өркениеттер тарихымен тығыз байланыста қарастыруымыз керек. Өйткені сарайшықтың тағдыры көшпелі өркениеттердің тағдырымен тағдырлас. Кешегі Алтын Орданың ыдырау кезінде, Ноғай ордасының жойылу кезеңінде өзінің астана ретіндегі рөлін қазақ хандығы арқылы ұзартқанмен, бәрібір сарайшық көшпелі өркениеттермен бірге тарихтың көлеңкесінде қалды. Бұл көшпелі өркениеттерге деген батыстық еуроцентристік көзқарасқа байланысты болды. 15-18 ғасыр аралығында отырықшы өркениет көшпелі өркениеттерді өзіне қол астына қаратқан кезде оның құндылықтарын жойды. Біздің рухани құндылықтарымыз, материалдық құндылықтарымыз әркімнің қолында кетті. Сарайшықты жойған тарихтан білесіздер орыс казак әскерлерін 1580 жылы. Бұл датаға да назар аударыңыз. Бұл 1480 жыл жойылған Алтын Орданың 100 жылдығы. Мінекей осындай мәселелер бәрімізді толғандырады. Көшпелі өркениет әр уақытта осындай өркениеттің арамтамағы деп атаған эвоцентристер жағдайда болған жоқ. Сонау бір бағзы замандарда, біздің заманымызға дейінгі ежелгі заманда және ерте орта ғасырларда көшпелілер әлемдік өркениетті жалғастырушы, жалғаушы рөлін атқарды. Қазіргі батыс өркениетінің балалық шағы болған орта ғасырларда шығыс елдері өркениеттің, мәдениеттің, ғылым мен білімнің, технологияның орталығы болды. Ал көшпелілер сол өркениеттерді жалғастырушы, көшпелі өркениет пен отырықшы өркениетті жалғастырушы, жаңа мемлекеттердің құрылуына, жаңа халықтардың пайда болуына ықпал етуші рөл атқарды. Және оны атқарғанда тек жай атқарып қана қойған жоқ. Олар өздерінің ұланғайыр кеңістіктегі алып империяларын құру арқылы сондай мүмкіндікке ие болды. Өйткені теңіз жолы ашылмаған, ұланғайыр кеңістіктерді қамтитын керуендік жібек жолында мемлекеті болмайған жағдайда көшпелілердің осындай дәнекер рөлін атқаруы мүмкін емес еді. Тек көшпелілердің осы көшпелілер мына ұлы жібек жолында сонау біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдан басталған ұлы жібек жолында әр уақытта да көшпелілер басты рөл атқарды. Ең алып империялар көшпелілердің кезінде түрік қағанаты сондай рөл атқарды. Одан кейінгі сондай рөл атқарған Шыңғысхан империясы және оның батыстағы бір бөлшегі Алтын Орда осындай дәнекерлеуші рөлге ие болды. Біздің аталарымыз мәдениетті жалғастырушы, ғылым мен білімді жалғастырушы рөлін атқарды.
Сонымен қатар біздің аталарымыздың түйе керуендері қазіргі транспорттың рөлін атқарды. Ал даланың қыры мен сырын, сай саласын жетік білген аталарымыз осы жолдарды ұйымдастырушы, жолшы рөлін, немесе қазіргіше айтсақ логистик рөлін атқарды. Қазіргі замандағы біздің автомобиль жолдарымыз, темір жолдарымыздың барлығы да біздің аталарымыз жүрген керуендік жолдардың негізінде қаланды. Міне көшпенділердің осындай тарихының жарқын беттерін біз еш уақытта ұмытпауымыз керек және оны жаңғыртуымыз керек. Дүние әр уақытта өзгеріп отырады. Ол туралы Абайдың бір өлеңі есіме түсіп отыр. Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек, тағдыр жоқ, өткен өмір қайтып келмек, басқан із, көрген қызық артта қалып, бір құдайдан басқаның бәрі өзгермек деп. Осылайша сарайшықтың көшпелі өркениеттердің тағдыры өзгерді. 15-18 ғасырлардың аралығында отырықшы өркениеттерге тәуелді болды. Басымыздан еркіміз, қолымыздан ырық кеткен кезде біз рухани және мәдени құндылықтарымызды ұмыта жаздадық, сақтай алмадық. Өзіміздің жерімізде отырып сарайшықты, қазақтықты дей алмадық. Алтын Орданың бізге қатысы барын біле алмадық. Ноғай ордасымен туыстығымызды біле алмадық. Оны татардікі, Алтын Орданыкі деп сырттай тамашаладық. Міне сарайшықты біздің білмеуіміздің себептері мінекей осындай. Қазіргі кезде осы сарайшықтың құландыларына қарап, сол орта ғасырларда гүлденген қала, қайнаған өмір болды деуге көпшілік сенбейді. Бірақ өмірдің заңдылығы солай. Болашақта енді қазір тәуелсіздігімізді алып туымызды тіккеннен кейін біз осы сарайшық сияқты асыл мұраларымызға соны бетімізді бұрдық, оны жаңғыртуға ұмтылдық. Сондықтан сарайшықтың дәурені өткенімен, оның даңқы, қағазда хатталып қалған тарихы ұрпақтар санасында, ұрпақтар жадында мәңгі сақталады және оны жүзеге асыратын тарихшыларға біз көп үміт артамыз. Сарайшықтың жаңғыруының тағы бір куәсі Қазақстан үкіметінің сарайшық музейін республикалық деңгейге көтеруі, республикалық музей қорықтың құрылуы және оған білгір мамандардың, тарихшы, ғалым тарихшылардың келуі үлкен үміт ұялатады. Негізінен сарайшық тарихының бұрынғы зерттеулерін жаңа деңгейге көтеріп, ол зерттеулерді жаңа методологиялық тұрғыдан көшпенділер өркениеттің арамтамағы деген евроцентристік методологиядан аршып, жаңаша түп деректер негізінде қарастыру міндеті біздің тарихшыларымыздың алдында тұр.